бүгін жерлік рөлдік ойын құрылысшылар ойыны ойнаймыз. Балалар, құрылысшылар деген кім? Естейді құрылысшылар? Үй салады. Үй салады сосын. Үй салады, балабақша салады, үлкен ғимараттар салады. Балалар, сенде құрылысшылар ойыны ойнағыларың келе ме? Олай болса, балалар, қараңдаршы мына жерге. Біз құрылысшының заттарымен, құралдарымен танысайық, балалар. Бірінші, балалар, құрылыс салу үшін, үй салу үшін не керек? Тас керек, балалар, тас керек. Одан кейін, балалар, қараңдаршы, мынау балшықты жағатын не зат? Қалақ. Қарасын не, ағылан? Қалақ. Мынау қолымызға не киеміз? Қолғап киеміз. Дұрыс айтасында, балалар, қолымызға қолғап киюіміз керек. Мынандай да құралдары бар екен, балалар. Балшықты тегістеп жағатын тастың үстіне әдемі шығу үшін осындай құралдарды пайдаланамыз. Балалар, мынандай да құралдары бар құрылысшылардың. Енді балалар, қараңдаршы, сенде бастарына не киіпсіңдер? Каска? Каска киіпсіңдер, иә. Ол да бір құрылысшының заттарының бірі болып есептеледі. Біздерге әдемі балабақша салу жұмысы тапсырылған екен, балалар, қараңдаршы. Осындай балабақша саламыз ба? Бәріміз жұмылып, бір-бірімізге көмектесіп, сақтық шараларын, қауіпсіздік шараларын сақтап, осындай бізге берілген тапсырманы орындап шығайық. Қане қол шапалақтайық. Жақсы жұмыс жасау үшін, балалар, қол шапалақтайық. Бізге тобымыздағы Ақтөренің апасын құрылысшы болып жұмыс жасайды екен. Бізге көмекке Ақтөренің апасын ортаға шақырайық. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Балалар, сендермен танысқаныма өте қуаныштымын. Балалар, мен көп жылдан бері осы құрылыс жұмысында еңбек етемін. Балалар, кім өскенде құрылысшы болғысы келеді? Мен! Ой, жарайсыңдар. Балалар, білесіңдер ме? Құрылыс оңай жұмыс емес. Құрылыс деген көп қатарлы үй немесе балабақшаларды салу керек. Балалар, құрылыс жұмысын жасау үшін қауіпсіздік ережесін сақтауымыз керек. Ол үшін балалар бастарындағы каскілерімді дұрыстап тағамыз. Қанекей, балалар? Өте жақсы, мінекей, дұрыс тағылған екен. Қолымызға міндетті түрде қолғап киеміз. Мінекей, балалар. Осылай қолғап киіп аламыз. Қане, енді сіздер де қолғап киіп алыңыздар. Балалар, дайынбыз ба? Олай болса, құрылыс алаңына барайық. Қанекей, балалар, жүре қойыңдар. Ең алдымен таза құмға су құйып, балшық қыламыз, балалар? Қараңдаршы. Қанекей, балалар, араластырайық. Құмды араластырамыз. Қанекей. Қараңдаршы, балалар, балшық болып жатыр ма? Мінекей, қараңдаршы, балалар. Енді осылай араластырамыз. Ақырды жау. Маған жау, ақырды. Ақырды соғы маған жау. Маған тау. Маған. Кеттік еңлік ғажайып, ғимараттар салайық. Құрылыстың тынысы, қарастыру жұмысы. Жарқылдаған жасынмын, дәнекерлеп жатырмын. Қалаушымын достарым, кірпіш қалай бастадым. Жүк көтергіш крандар, секілді бір құранды. Сылақшылар сылайды, сылағаны ұнайды. Шатырларын жинап ап, әйнектенді ғимарат. Құрылысшы әлемі қуанышқа бөленді. Балалар, езілген балшықтарынды құрылысшыларға әкеле қойық.
Санжарға бере ғой. Сансаға білмейсің. Ал балалар, қолымыздағы балшығымызды тасқа жағып, Апай, менде бар ғой. құрылысты бастаймыз. Hadi, doğruna akıdın. Bas. Sen bakın. Балалар, біздер нені іргетасын қаладық? Бала? Сендерге бүгінгі жұмыс ұнады ма, балалар? Иә, құрылысшы ойыны ұнады. Сендерге жақсы ұйымшылдықпен жасадыңдар. Балалар, енді бізде бүгін қонаққа келген Ақтөренің апасына сөз берейік. Балалар, бүгінгі жұмыстарың маған өте қатты ұнады. Менің болашақ құрылысшыларым. Сендерге сәттілік тілеймін, балалар. Балалар, Ақтөренің апасына не айтамыз? Рахмет. Сау болыңыз дейміз. Рахмет. Сау болыңдар, балалар. Келесіде кездескенше.